Қызанақ шырынында көкөністер дайындаймыз. Алдымен шырынын шығарып алу үшін қызанақтардың етті бөлігін жуып тазалап алып, осылай кесіп, бетін жабатындай су құйып, отқа қоямыз. 5 минут қайнаған соң астын сөндіріп, суытуға қалдырамыз. Осы аралықта банкының ішін дайындап алайық. Қиярды алдын ала 2 басын кесіп суға саламыз. Чеснокты тазалап, барлығын дайындаймыз. Зонтик, укроптарды және хреннің жапырағы қажет болады. Соны салып, енді ішіне әрі қарай өзіңіздің қалауыңызша. Егер қиярдың көп болғанын қаласаңыз, қиярды көбірек саласыз. Мен осындай аз-аздан салып, барлығын салып, толтырып салып шықтым. Негізі лавр жапырағы мен қарабұрышты астына салып жіберген дұрыс еді. Мен ұмытып кетіппін, сондықтан беткі бөлігіне салдым. Ол да сіздің қалауыңызша. Чесноктарымызды саламыз. Сонымен бетін жабатындай етіп қайнап тұрған суымызды құйып 15 минутқа қалдырамыз. Шырынға арналған қызанақ суыған соң осылай сыртын алып тастаймыз. Алыну оңай болады. Сосын блендермен жақсылап езіп алып, ситодан ешқандай шырыны қалмайтындай етіп өткізіп аламыз. Шырынымыз дайын. Егер сіздің шырыныңыз қатты қоймалжың болса, су құясыз, қайнаған су. Сосын отқа қойып, бір 15 минуттай қайнатамыз. Ал банкідегі суды төгіп тастаймыз. Ол қажет емес. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер саламыз. Аспирин 1 немесе 2 штуктен салып, қайнап тұрған шырынымызды үстіне құйып, стерилденген қақпақтарымен жауып тастаймыз. Төңкеріп 1 күнге орап қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған